Саған да дуа жасалған деп айтты ма? Көп адамды осылай қорқытады. Саған бірдеңе жасалған дейді. Дуа, сиқыр дейді. Сол себептен сенің дертіңнің диагнозын медицина таба алмай жатыр. Сол себептен сенің ауруың жазылмай жатыр дейді. Әр белгісіз нәрсені дуа деп айту дұрыс емес. Егер денеде симптом болса, демек оның медициналық себебі бар. Егер мәселе эмоцияда болса, демек оның психологиялық себебі бар. Қорқыныш күшейген сайын адам өз-өзіне әсер етеді. Сол кезде адам кез келген сөзге сенеді. Ал сенсе не болатынын өздерің жақсы білесіздер. Сенген кезде, сенім болған кезде сол күйді, сол состояниені одан әрі күшейтеді. Мен айтатыным, ешкімнің сөзіне соқыр сенбе. Алдымен тексер, дәрігерге бар, өзіңді тыңда, өзіңе сұрақ қой. Сенің кез келген сұрағыңның жауабы өзіңнің ішіңде. Тек айтатыным, ең бірінші келген жауапты өзгертпе. Ол сенің шындығың. Көп адам осы жерде ол жауапты өзгертіп тастайды. Неге? Себебі ол ұнамайды. Сондықтан да дертінің дауасында, сұрағының жауабында таба алмайды. Просто таңдау жасашы. Сен қорқынышпен өмір сүресің ба? Әлде түсінікпен, түйсікпен өмір сүресің ба?